Шыны керек, күз басталар кезде көпшілігі мектепке барғысы келмейді. Ал керісінше кейбіреулер мектепке баруға асығады. Мен болса мектепке баруды жаз соңында аңсайтын едім. Себебі онда сені достармен неше түрлі қызықтар күтеді. Мектепке барғысы келгендер лайк бассын. Керемет көңіл-күймен таңертең тұру, өте көңілді. Таңғы салқынмен автобус күтеміз. Автобус кондукторы да қуанады. Себебі оның жалғыз табыс көзі біз. Мектепке барар жол ұзақ емес, бірақ біздің кәрі автобус жетем дегенше біраз уақыт өтіп кетеді. Сонымен үнсіз мектепке де жетеміз. Қарсы алдымызда керемет үлкен мектеп көрінеді. Енді мектепте болған қызықты оқиғаларымды сіздерге баяндайын. Ол кезде мен 4-ші сыныпта оқыдым. Шыны керек, көпшілік қызық кездер 4-ші сыныпта болды. Сонымен мен сабаққа бара жатырғанда күн бұлтты болды. Мен екінші аяқ киім жайлы түк те ойламай мектепке кеттім. Бір кезде сені екінші аяқ киім алып шықпадың ба? Жоқ. Мектепке келдім. Тура тыңшылар секілді. Өтірік аяқ киім ауыстырғандай болдым да ішке кіріп кеттім. Миссия орындалды. Бірақ мен алдымда қаншама қиындық барын білмедім. Ой, ол ештеңе емес. Кейбіреулер тіпті осы видеоға лайк баса алмайды. Жоға, менің көрермендерім лайк басуды ешқашан ұмытпайды. Ал егер ұмытып кетсең, дәл қазір басып кет. Сонымен мен өз кабинетіме кірдім. Йоу, қалай жағдай? Жақсы. Сабақ әлі басталған жоқ па? Не тану не бір? Сабақты үйде орындайды, сыныпта емес. Аяғында не мынау? Осы сәтте мен аяғымның кәдімгідей лас екенін түсіндім. Ал мен жүрген іздер кәдімгідей анық қалып қойыпты. Сонымен менің отыратын орным балшық болды. Сосын ішке апай кірді. Мені көріп маған айқайлай бастады. Мен ештеңе етпес деп ойладым. Бірақ әйтеуір бір қораға кіреді жүреді екенсің. Бір кезде ең жоғыш апай келіп ұрыс шығарды. Болды, тым болмаса осыда жететін шығар деп едім. Бірақ маған бүлдіргенімді түзет деді. Яғни полды өзің сүртіп жуып аласың деді. Бірақ ақыр соңы оны апайдың өзі жуды. Хе-хе-хе, қызық болыпты. Енді бүгінгі видеоны аяқтайсың ба? Жарайды. Чоты қолым талып қалды. Осымен достар, видео өз соңына жетті. Ал сенде мектепте қандай қызық болды? Пікіріңмен бөлісе кет. Ал бай гоу.